Елімізде жеке тұлғаларды банкрот деп тану ережелері өзгертілмек. Мәселен, енді борышкерлер берешекті өтеу барысында қарыздың нақты сомасын енгізбесе болады. Сондай-ақ олар 5 жылға дейінгі мерзімде шетелге шыға алмауы мүмкін. Бұл жайында толығырақ тілшіміз Қаракөз Мақатова тарқатсын. Елімізде азаматтарды банкрот деп тану ережелері өзгертілмек, себебі бұған дейін қарыз сомасы қате көрсетіліп, борышкерлердің берешегі белгіленген көрсеткіштен асып кеткен жағдайлар туындаған еді. Енді мәжілістің талқылауындағы заң жобасы аталған мәселелерді шешуді көздеп отыр. Қостанай облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің мәлімдеуінше, бүгінде бұл өзгерістерді жүзеге асыру бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Соттан тыс банкроттық рәсімін қолдану туралы өтінішке құжаттарды қоса ұсыну міндетінен борышкерді босату, яғни қосымша жаңағы ақпараттарды жинап керек емес, мысалы кредиторлармен, жаңағы микроқаржы ұйымдармен, жаңағы коллекторлық агенттіктермен деген сияқты. Яғни енді банкроттыққа өтініш беру кезінде азаматтардың берешегін аудару немесе коллекторлық ұйымдардың шараларын қолдану бойынша барлық әрекеттер тоқтатылады. Сонымен қатар қаржы ұйымдарының тізімі де көбейеді. Бұдан бөлек төлем қабілеттілігін қалпына келтіргенге дейін азаматтарға шетелге 5 жылға шығуға тыйым салынбақ. 12 ай бойы өтеудің жоқтығы туралы талапты алып тастау, содан кейін мысалы осы рәсім кезінде борышкерлер шетелге шығу жайында тыйым салуды алып тастауы, төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге жаңағы қарастырылуда осы рәсімдер. Мемлекеттік кірістер департаментінің мәлімдеуінше, бүгінде аталған өзгерістерді рәсімдеу бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Айта кететін жайт, биыл облысымыз бойынша берешегі 555,5 миллион теңгеден астам, 300-ден астам азамат банкрот деп танылған, ал 1000 жарымға жуық тұрғынның өтініші кері қайтарылды. Бұған борышкерлердің қарыз мерзімі 12 айдан аз болуымен тұрғындардың атында мүліктің тіркелуі себеп болған. Алексей Краснов, Қаракөз Мақатова, Алау.